Сәлем балақай, Дара каналына қош келдің. Бүгінгі тақырып мезгілдер. Қыс жылдың ең суық мезгілі. Бірақ оның өзіндік сұлулығы бар. Жер беті үлпілдек, ақ қармен жабылған. Жылтыр мұз өзендерді, көлдерді қатырады. Қар жауған кезде аспаннан көптеген қар түйіршіктері ұшады. Қыста ересектер мен балалар қармен ойнап ақ қала жасайды. Олар сонымен қатар шаңғы, шана және коньки тебеді. Көктем. Табиғаттың оянатын мезгілі. Далада құстардың әні естіледі, бәрі гүлдеп, жасылға айнала бастайды. Балалар шалшықтарда ойнап, қайықтарды суға түсіреді. Жаз жылдың ең жылы мезгілі. Жазда гүлдер, саңырауқұлақтар мен жидектер пайда болады және жеміс өсімдіктер піседі. Жазда адамдар өзенге шомылады, велосипед тебеді және пикниктерге барады. Күзде күн суытып, көлдер мен өзендер тартылады. Өсімдіктер құрап, ағаштардың жапырақтары түседі. Күн қысқара береді. Егін піседі, оқушылар мектепке барады. Назарыңа рахмет. Каналға тіркелуді ұмытпа. Келесі кездескенше қош сау бол.